Қайырлы күн, құрметті төрешілер, құрметті көрермендер және қатысушылар. Бүгінгі біздің дебаттың тақырыбы балалар әлеуметтік желіге тек ата-ананың рұқсатымен тіркелуі керек дейді. Біз үкіметтің бірінші спикері мен Рахманова Балнұр Қылышбекқызы. Сөзімді ең алғаш балаларды жалпы не нәрседен шектеу керек, не нәрседен шектемеу керек жөнінде бастасам деген ойдамын. Жалпы бала дүниеге келгеннен бастап, оның әрбір қадамын ата-ана қадағаламаса, онда ол ешқандай тәрбиеге, тәртіпке бағынбаған, жай ғана өсіп жатқан ағынды су секілді болады. Яғни ол дегеніміз әрбір адамның өзіндік жеке тұлға болып қалыптасуы үшін ата-ананың, оның қоғамның немесе мұғалімдердің атқаратын рөлі өте үлкен. Себебі бағыт-бағдар беретін міне осы үш негізгі тұлғалар болып саналады. Ең бірінші, бала дүниеге келгеннен кейін ата-ана әрбір сөзіне, әрбір қадамына, жүрген жүрісіне, жеген тамағына барлығына жауапты болады. Себебі ол толыққанды баланы дүниеге әкелмес алдын өзіне жауапкершілік алады. Мына баланы мен әрі қарай оны асырай аламын ба, мен оған керекті дәрежеде жақсы өмір сыйлай аламын ба деген сияқты өзіндік сұрақтарға жауап беру арқылы ғана, яғни толыққанды дайын болған кезде ғана балалы болады. Бала дүниеге келгеннен кейін кез келген жағдайға тап болу, оны бірінші кезекте ата-ананы кінәлаймыз. Не себепті? Дұрыс тәрбие берілмегендіктен. Бірінші кезекте қазақта әдемі сөз бар, яғни кез келген жерде баласы жаман болса, ата-анасы жерге қарайды. Яғни төмен түсіріп, басын салбыратып, кез келген жерде ортасында өзін еркін сезіне алмайды, өзін еркін маңдайын көтеріп жүре алмайды. Себебі баласы нашар болса, баласы оның жемісі ретінде болады. Яғни өсірген кез келген алманың жемістің нақты әдемі шығуы, дәмді шығуы, ол біріншіден оның өсу процесіне байланысты болады. Осы жерде әлеуметтік желіге қайта келетін болсақ, әлеуметтік желілерде қазіргі таңда өте актуалды тақырыптардың бірі, себебі қазіргі таңда кез келген балада телефон бар. Тіпті 2 жас, 3 жастан бастап бала телефонды қалай қолдану керек және қалай жалпы онымен жұмыс жасау керек екенін бізге қарағанда өте жақсы біледі. Себебі қазір дамыған технологияның заманы болғандықтан ол барлығында туа біткен қабілет болып саналады. Телефонсыз өмірді елестетуге болмайды, бірақ бір ғана мәселе бар. Телефонда оны дұрыс жағынан немесе бұрыс жағынан қолдану ол бізге ғана байланысты. Яғни телефонды қолдануға болады екен деп 24/7 осы жерге қадалып, кішкентай ғана жәшікке телміріп қадалып қалу, ол бізге жат, тәрбиемізге жат дүние болып саналады. Осы жерде ең басты, мысалға қазіргі таңда шығып жатқан родительский контроль, яғни ата-аналардың өзінің баласының телефонын контрольда ұстау, яғни үнемі оның историясын, Google'дағы историяны немесе YouTube'дағы историяласын, яғни бала не көріп жатыр, немен айналысады, не нәрсеге қызығушылығы бар деген сияқты сұрақтар төңірегінде басқа тұру керек. Дәл қазіргі сәтте сол моментті, яғни дәл сол сәтті жасөспірім кезінде баланың телефонын қадағаламағанның кесірінен ертең қаншама зардап шегуі мүмкін. Мысалға әртүрлі лудомания, әртүрлі ойындар, балалардың жайдан жай ойындарға кіріп кетуі, немесе жай ғана алданып қалуы, әртүрлі мошенниктерге тап болуы, оның барлығы да осылай дұрыс қадағаламаудың, дұрыс информацияның балаға жеткізілмеуінің кесірінен болады. Бала ол жай ғана губка секілді. Яғни балаға не берсең, соны өзіне сіңіріп алады. Яғни 18 жасқа келем дегенше бала өзінің толыққанды қалыптасуын жан-жақтағы айналасынан көргендерін істейді. Яғни сіз телефонда жатып өзіңіздің қалаған нәрсеңізді көретін болсаңыз, демек бала да соны істейді. Бірақ ата-ана өз-өзіне жауапкершілік алу арқылы баланы тәрбиелейді. Яғни мен мына нәрсені көрсем ғана, барлығымыз бірге отырып мына YouTube-дағы мына бағдарламаны көрсек деген сияқты. Яғни сіз не көресіз, бала да соны көреді. Кез келген жағдайда бала не істейді? Родительский контроль болмаған жағдайда білген нәрсесін істейді. Мысалға телефонды өшір, болды, ұйықта десең де, ол 12-ден кейін телефонын алып, білген нәрсесін көріп отыруы мүмкін. Ол әрине әртүрлі видеороликтер болуы мүмкін. Ол әрине әртүрлі шығып кететін рекламалар, жаңағы әртүрлі казино, сайттардан шығатын рекламалар болуы мүмкін. Сол рекламаларға шектеу қоя білетін болсақ, онда біз жай ғана теңізге бір тамшыдан күн сайын су тамызып, оны үлкен көлге, теңізге айналдырған сияқты боламыз. Яғни біз жай ғана күнделікті күнде балаға айту ғана жеткіліксіз, оған іспен де дәлелдеп отыр. Телефонда жай ғана ол бала білмесе де геолокациясын біліп отыр, өте бізге маңызды болып саналады. Мысалы, геолокацияны білу қазіргі таңда өте жақсы қазіргі берілген мүмкіндік деп санаймын. Себебі баланың қай жерде не істеп жатқанын білуге болады.
иә, бала ол толыққанды жеке тұлға, бірақ 18 жасқа дейін ол баланы толыққанды қадағалау, ол баланың өміріне жауапты болу толығымен бізге, яғни ата-аналарға маңызды, ересек адамдарға маңызды болып саналады. Себебі 18 жасқа толам дегенше баланың бір жағдайға ұшырап қалатын болса, бірінші кезек оны дүниеге алып келген ата-анасы жауап береді. Оның тәрбиесіне, оның бұзушылық жасағанына, оның жай ғана біреуге бірдеңе деп айтқаны үшін де жауапты болады. Яғни әрбір айтылған сөзі оған өзіне қарама-қайшы болады. Не ексең, соны орасың дейді. Яғни балаға дер кезінде шектеу қойып, дер кезінде толығымен ақылын айтып, керек кезінде қолдап, керек кезінде оны көмектесіп, яғни оның досы бола біліп, ақылшысы бола біліп, жай ғана оған көмектесетін кеңесшісі бола білген кезде ғана ата-ана толыққанда өзіне сенімді болып, міне менің балам өз-өзіне жауап бере алатын, үлкен өмірге дайын тұлға деген сияқты өзіне толыққанды галочканы қоя алады. Ал ата-ананың әлеуметтік желілерде біз әртүрлі жағдайларды кездестіріп жатамыз. Әртүрлі бағыттағы жаңағы ағымдарға кетіп жатқан балаларды көрдік. Ең алғашқы рет интернет желілері шыққан кезде біздің ең басты проблемамыз осы интернет желісіндегі әртүрлі рекламалармен және әртүрлі ағымдарға алып кететін сайттармен күресу болды. Қазіргі таңда кез келген жерде баланы емін-еркін кез келген тақырыпты іздей алады. Мысалға, ChatGPT, Google-ға кез келген тақырыпты жаса, сол тақырыпта оған толыққан информация береді. Ал осы кезде жаман жақсысын бала ажырата алмайды ғой өз еркімен. Ол бала ажырату үшін бірінші кезек үлкен ересек адамдардан, яғни өмір көрген адамдардан тек қана бір-ақ нәрсе керек. Мынау балам дұрыс, мынау дұрыс емес. Ал бала қазір мектепте немесе далада жүрген кезде қалаған нәрсесін білу арқылы қасында ата-ана жоқ. Кез келген тақырыпты Google-ға я болмаса әлеуметтік желіге жазатын болса, онда не істейді? Өзіне керек емес ақпараттарға, рекламалардың арбауына салынып, өзінің адасып кеткенін сезбей қалуы мүмкін. Ал ол кезде өте кеш болады. Бала сізге айтпауы мүмкін. Мен мына сайтта мынанша ақша табамын, мына букмекерский контораға мен мынанша ақша саламын, маған ол қайтады деген сияқты. Себебі бала қызығушылық өте көп, өте жоғары деңгейде болады. Бала қазіргі таңда сортировать, яғни бір-бірімен сүзгіден өткізе алмайды, ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін. Әлеуметтік желіде ВК, Instagram, TikTok желілеріне қазіргі таңда шектеу қойылған дұрыс деп санаймын. Себебі ол бізде қазіргі таңда проблема болып саналады. Соңғы кезде крокодила бомбардира деген сияқты әртүрлі трендтер шығып жатыр. Оның басты проблемасы, яғни адамның, баланың миын улау болып саналады. Ал біз қазақтың тәрбиесінде ол өте жат болып саналады. Сол себепті желілерге тіркелуді ата-ана жауапкершілікке алу керек. Ата-ана не нәрсені дұрыс деп санайды, сол ғана балаға дұрыс болып саналу керек. Себебі бала қазіргі таңда өз-өзіне шешім қабылдай алмайтын жаста. Ең бастысы бала өз-өзіне жауап беру үшін бірінші кезек ата-ананы жоғары қою керек деген сенімдемін. Назарларыңызға рахмет. Құрметті демонтер қауым, мен оппозиция палатасының бірінші спикері Нарбайсел. Ең алдымен мен өз сөзімді ребатлдан бастасам, ең алдымен бізге үкімет палатасының лидер шығатты бізге айтады. Ол бізге айтады, үкіметтен, как будто бұл баланың сана сезімі жоқ сияқты айтады. Ол шығатты айтады, балаға телефон берсем, ол түнімен көреді, ол зиян сайттарға кіреді, рекламаларға кіріп кетеді, соның бәрін айтады. Бірақ біз қазір білеміз, қазіргі жасөспірімдер, олардың сана сезімі қазіргі үлкен адамдармен бірдей. Мысалы, қазіргі жасөспірімдер осылай өзінің әлеуметтік желіде отыру арқылы өзінің табысын тауып жатыр, өздерінің осы платформаларда отырып өзінің ойын жеткізіп, осылай өздерін дамытып жатыр. Ал бізге үкімет палатасының бірінші спикері келеді, айтады, бала түнімен телефон көреді, сондықтан оған родительский контроль керек дейді. Біз бұл аргументпен келіспейміз. Неліктен себебі, мысалы біз айтайық бір 12-13 жастағы балаға біз телефоны родительский контроль қойдық деген, ол бала оның әсерінен наоборот, ол балаға өзіне сенімсіздік тудырады, өзінің ата-анасымен қарым-қатынаста. Мысалы, ол баласы біледі, что мамасы оған сенім білдірмей родительский контроль қояды. Сондықтан бала өзінің уақытынан тыс фейк аккаунт ашады. Ол фейктен өзінің қалаған өзіне керек заттар біліп, дамып жатады. Ал мына кісі келеді, бізге өзінің баласына родительский контроль қояды, и бала оған өзінің ата-анасына наоборот сенімсіздік тудырып, өзінің ата-анасымен қарым-қатынасын бұзады. Сондықтан біз білеміз, то, что үкімет палатасының лидерінің бірінші аргументі ойнамайды бұл жерде. Ол жай ғана болжам, және де оған ешкім кепіл бола алмайды, что қазіргі балалардың барлығы түнімен телефон көреді. Осылай мен ребатымды аяқтаймын. Енді өз аргументтеріме келетін болсам, неліктен біз әлеуметтік жерге тіркелу үшін ата-анасын келісімін талап етпеуіміз керек. Ең алдымен мен бағана айтып кеткендей, ол баланың
сенімі өзінің ата анасына деген. Мысалы бала болады деген, ол ең алдымен бағана айтып кеткендей өзінің ата анасына сенім артады. Ол өзінің ата анасы оған қандай жол көрсетеді, сонымен жүреді. Ал егер де осының ата анасы оған қысым көрсетіп, осылай контроль қоятын болса, түнімен бақылайтын болса, күнімен түнімен не істейтін, кіммен жүретін, даже браузердағы өзінің историясын көретін болса, әрине бала өзінің жағымсыз сезім өзінің отбасынан безіп кетеді. Себебі әр балаға осы 12-13 жаста оған қолдау керек. Ал наоборот, бұл кісі келеді да өзін енді орта жастағы тұлға келеді, қысым көрсетеді. Сен мынаны көрмейсің, сен досың кім, сен мына жерде не көріп жатсың, осының барлығын балаға айтады. Ол әрине баланың сезіміне қатты тиеді, себебі бала өзінің сенетін ата анасына келеді да, ол просто ата анасы оған қарсылық көрсеткендей болады. Сондықтан осы аргумент бізде нақты болады. Екінші, егер де біз балаға осындай жастайынан еркіндік бермесек, ол ертең болашақта үлкен бір шешімдер қабылдай алмайды. Мысалы айтайық, қазіргі кездегі мысалы осы ата-аналар қарапайым әлеуметтік жерге не қоятын болса шектеуі, бала ертең өсе келе өзінің мамандығын, өзінің болашақта жүретін жолын таба алмайды. Мысалы айтайық, бала өзінің ата-анасы оған не істейсің, не айтатын, қайда кіретін барлығын айтып беретін болса, ертең бала мысалы оқу орнына түседі, универде оқиды, өзінің мамандығын таңдайды. А ол кезде ол ештеңе қайда баратынын білмейді, себебі ол өзі үйреніп қалған, что ата-анасы оған сен мында барасың, мынаны жасайсың, и бәр жерде оны қадағалайтын. Сол кезде біз білеміз, что осы контрольдің арқасында балаға өте қатты өміріне зиян келеді. Себебі ол осылай ертең жалғаса беретін болса, ол бала ертең жұмыс таба алмайды, оқуын оқи алмайды, кіммен араласатын, кіммен жүретін білмейді. Осы бізге баланың дамуына өте қатты нұқсан келтіріп тұр. Енді қазіргі әлеуметтік желіге тоқталатын болсақ, әлеуметтік желілерде 12, 13, 14, 15 осы аралық жастардағы балалар өзінің биін, өнерін, домбырада тартқан жақсы жағын қарайтын болса, жасөспірімдер наоборот өзінің жақсы жағын көрсетіп, көп халықтан поддержка алып жатыр. Мысалы, айтайық, мен 12 жастағы баламын, мен TikTokқа барам, мен өзімнің ән айтқанымды салам. Мысалы, мен сол ән айту арқылы мен көп қолдауға бөлінемін, маған барлық қолдау көрсетеді. Ал егер де осы согласиемен бізде тоқтала беретін болса, ертең ата-аналар да балаларды өте қатты жағымсыз моменттерде туып қалады. Себебі балалар егер де ертеңнен бастап осылай өзінің өнерін көрсете алмай, өзінің осы шектеудің арқасында баланың денесінде бар қалыптасқан бір өнері дамымай қалып жатыр. Себебі мысалы көп ата-аналар TikTok зиян осындай, бомбардира, крокодил, сондай мемдер бар, солардың барлығы балаға зиян әсер етеді. Бірақ бала біледі, что ол жаман, и білгеннен кейін ол өзіне наоборот керек затты пайдаланып, ертең ОБТ тапсыратын тапсырмалар, өзінің өнерін сала беретін болса, ол ертең дамып, осы ата-анасынан көрмеген қолдауды басқа бір оқырмандардан, достарынан көретін болса, әрине ол ертең ары қарай дамып, өзінің жақсы жағын көрсетіп, ары қарай тұлға ретінде өте қатты жақсы қалыптасатын болады. Осы менде үшінші аргумент болып келеді. Төртінші, енді біз Біріккен ұлттар ұйымының баланың құқығын декларациясының 13-ші бабына тоқталатын болсақ, ол бапта бізде ақпарат алу мен тарату еркіндігі туралы береді. Сонда біз қалай бұны түсінеміз? Сонда бұл жерде балалардың құқығында бізде балалар өзінің керек заттан салуға, өзінің ақпаратты салуына бізде еркіндік берілген. Сонда біз қалай ата-ана бұндай шектеу қояды? Егер де осы баптарда бізде осындай еркіндік болатын болса, сонда бала ертең одан бетер күйзеліске түседі, ертең ата-анасының сенімсіздік пайда болады. Осымен мен аргументін жабамын. Төртінші, мен бағана айтып кеткенде, бізде TikTok, YouTube осындай платформалар, ол тек қана ойын, күлкі үшін ғана емес. Мен көпке топырақ шашып тұрған жоқ, бірақ әрине бар ондай жасөспірімдер, которые өзіне керек емес заттарды көріп, өзінің бос уақытын жайдан-жай құртатын. Бірақ қазіргі мысалы 60-70% жасөспірімдер өзіне керек, мысалы ұбт-сына ертең оқу орнына түсетін заттарын қарап жатыр, осындай пікірсайыс турнирларын қарап жатыр, өздеріне керек ақпараттарды алып жатыр. Ал егер де біз осындай балалардың мотивациясын түсіріп, оларға шектеу қоятын болса, тем более ата-анасына ол кезде бала өзіне сенімсіз болып, ертең тұлға ретінде қалыптасуына өте қатты зиян келетін болады. Осымен мен сөзімді аяқталды. Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгінгі дебат-сүйер қауым Қарсылас палата және төреші ханым. Бүгінгі бізге берілген қарар, бұл палата балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін ата-анасының келісімі талап етуі
тиіс деп есептейді. Енді мен алғашқы сөзімді ребатылдан бастайтын болсам, бізде менің ойымша, яғни былайша айтқанда қарсылас палатаның бірінші спикері тақырыпты онша түсінбеген сияқты. Яғни бұл жерде бізге келетін аргументтер ол слишком андай осал деп айтсақ болады. Былайша айтқанда мен қалай түсінемін? Ол кісілердің түсінігі бойынша біз осы қарар арқылы балаларды мүлдем осы әлеуметтік желілерде шектеп тастауымыз керек деген сияқты түсініп отыр. Яғни бұл жерде біз қарарды нақтылап түсініп оқитын болсақ, балалардың әлеуметтік желілерге тіркелуі үшін бұл жерде балалар әлеуметтік желіге сол қалпында тіркеледі, бірақ бұл жерде келісім ата-анаға, яғни электронды почта арқылы жіберіледі. Сондықтан да құрметті төрешім, бұл жерде тақырып дұрыс түсіндірілмегендіктен, сондықтан да қарсылас палатаның аргументтері қатты қабылдамайды, бірақ мен все-таки ребатыл жасаймын. Бірінші айтылған нәрсе, бұл жерде былайша айтқанда сенімсіздік туралы аргумент келеді, бірақ бұл жерде әр ата-ана әртүрлі. Яғни бұл жерде бізде басты мәселе сенімсіздік емес, ол ата-аналардың қаталдығы. Яғни біз осы тіркелуге былайша айтқанда әлеуметтік желіге тіркелу үшін ата-аналардың келісімі керек деп қарайтын болсақ, бұл жерде әртүрлі болуы мүмкін. Яғни бұл жерде қаталдық негізі ойнамайды. Яғни сенімсіздікте ойнай қоймайды. Өйткені былайша айтқанда біз не үшін бұны талап етеміз? Яғни біз балалардың қауіпсіздігін қалаймыз ғой. Бұл жерде бала оны қалай түсінеді, балаға қалай жетеді, санам сезіміне байланысты. Және сонда баланың, ойлаңыздаршы, құрметті төрешім және дебатер қауым, сіздер былай қарап отырсаңыздар, баланың қауіпсіздігін ойлау сіздер үшін қысым ба? Бұл жерде бұл аргумент тоже қатты ойнамайды. Және телефонды алып беретін өзі ата-ана болғандықтан, ол ата-ананың толыққанды құқығы бар, және кішкене тақырыптан ауытқу кетеді. Тағы айтқанда, бұл жерде айтады, тиктокта жасөспірімдер, яғни балалар, олар өздерінің ән айтып, билегендерін салады дейді. Бірақ бұл жерде тиктокта әртүрлі оймен, әртүрлі ересек адамдар отырады. Бұл жерде педофилизм жүруі мүмкін, яғни олар әртүрлі оймен қарауы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде балалардың қауіпсіздігі түседі. Және бізге балалардың талантын ашу деген сияқты айтады. Егер сіз балаңыздың талантын ашқыңыз келсе, онда әртүрлі курстар бар. Яғни қазіргі заманда балаларға әртүрлі курстар, яғни биге жіберетін курстар бар. Сондықтан да құрметті төрешім, бұл жерде де қарсылас палатаның аргументтері қатты ойнамайды. Және тағы қарсылас палатаның бірінші спикері айтады, ұбт-ға дайындалу дейді. Бірақ құрметті төрешім, қазіргі таңда осы Қазақстандағы 80% оқушылар тиктокта отырады, және осы үшін олардың оқу үлгерімдері түсуі мүмкін. Яғни былайша айтқанда, олар тиктокта өзі 24 сағаттың 16 сағатын, 15 сағатын или может 5 сағатын өткізу мүмкін. Және бұл оларды оқудан шектейді. Былайша айтқанда, қазір ұбт-ға дайындалу деген аргумент келді ғой бізге. Ал осы әлеуметтік желілер баланы ұбт-ға дайындалуды наоборот шектеуі мүмкін. Неге? Өйткені ол бізге былайша айтқанда тиктокта ұбт-ға қатысты ешқандай қатты көп видеолар шықпайды. Былайша айтқанда, қисынсыз аргумент. Енді мен өз аргументтеріме келетін болсам, бірінші аргумент бізде баланың психикалық қауіпсіздігін қорғау. Яғни бізде ол әлеуметтік желі тикток, ол әлемдік социальный сеть болғандықтан, ол жақта әртүрлі адамдар, әртүрлі ересектер, әртүрлі балалар отыруы мүмкін. Және оларды қызықтырмайды, қай жерде қандай бала бар, ол балаға қалай әсер етуі мүмкін деген сияқты. Оларды қызықтырмағандықтан әлеуметтік желіге неше түрлі таратуы мүмкін. Сондықтан да құрметті төрешім, біз баланың қауіпсіздігін қаласақ, онда біз балаға осы жерде шектеу қойымыз керек. Яғни біз шектеуді балаға тиктокқа кіргізбеймін, сен тиктокта отырмайсың деген мақсатта емес, балаға уақытпен шектеу қойымыз керек. Яғни сен күніне тиктокта 2 сағат немесе 1,5 сағат отырасың деген сияқты. Сондықтан да құрметті төрешім, бұл бізге ешқандай харм алып келмейді. Яғни психикалық қауіпсіздікті қорғау, ол мысалы мен бірінші спикерім айтып кеткендей, тиктокта әртүрлі мысалы мемдер, немесе трендтер, немесе баланың бір психикасын бұзатындай бір жаман видеолар шықса, осыдан қорғап қалу. Сондықтан да құрметті төрешім, бұл бізге ешқандай харм алып келмейді. Және екінші аргумент, бұл жеке мәліметтердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Яғни бала алдымен жаңағы тиктокқа, яғни тіркелу үшін ол өзінің номерін, ата-анасын атын немесе өзінің электронды почтасын, туған күнін барлық данныйын жазып жіберуі мүмкін. Яғни бұл тек қана тиктокта емес, ол бала әртүрлі сайттарға кіре алады. Неге? Өйткені ол оны қызықтырады деген сияқты да. Менің бірінші спикерім осы туралы айтып кеткен болатын. Яғни баланың қызығушылығы бар болғандықтан, ол барлық жерге кіре береді. Яғни кіргісі келді ма, ол кіре береді. Сондықтан да құрметті төрешім, бұл жерде осындай бір
қауіпсіздікті шектейтін бір нәрсе болуы мүмкін. Яғни жеке мәліметтерді таратып жүру, мысалы кейбір сайттарда білесіздер, мошенниктер отырады, яғни сол жерде ол ата-анасының мысалы карточкасын немесе удостоверениесін суретін сұрауы мүмкін деген сияқты да. Құрметті төрешім, сондықтан да бұл жерде бала ол туралы ойламағандықтан, яғни ол енді жеке өмірге қадам басуға әлі ерте, бала ол 18 жасқа толмаған болғандықтан ол жібере салуы мүмкін. Сондықтан да құрметті төрешім, бұл жерде баланың қауіпсіздігіне харм алып келуі мүмкін. Мен сөзім аяқталды, назарларыңызға. Ал әдептілік белгісі амандасу, армысыздар құрметті көрермендер және де әділ алқазылар алқасы. Енді мен біріншіден ребатылдан бастағым келіп отыр, яғни алдыңғы спикеріме қарсы. Негізінде кружоктар, яғни барлығы ақша тұрады шын мәніне келгенде, себебі әрбір әлеуметтік желі тегін қолжетімді. Солай бала ата-ананың ақшасын үнемдейді. Бұл жерде енді біреуінің жағдайы бар, біреуінің жағдайы жоқ, келеді, біреуінің келмейді деген сияқты, оған барлығы қолжетімді емес. Ал бұл жердегі ортақ алаң бізде ол әлеуметтік желі. Бұл жерде әр қайсысы өзіндік, яғни ішкі ойын толықтай жеткізе алатын алаң болып есептеледі. Сол себептен бұл пайдаланған жөн деп есептейміз. Одан кейінгі аргумент, яғни алдыңғы спикеріміз айтып кетті, 18 жасқа дейін оған біз міндетті түрде тосқауыл қоюымыз керек. Бала кәмелет жетке жасқа толғаннан кейін ғана толыққанды онымен айналысып әлеуметтік жерге пайдаланса жөн деп отыр. Оған сөзге мен мүлдем келіспеймін, сөзге қисынсыз. Себебі қазіргі таңда біз жаһандану замандамыз, себебі Қазақстан Республикасын қазіргі таңда цифрлық мемлекет деп таниды. Күллі Азия және де СНГ мемлекетінде біз алдыңғы қатарамыз. Сол себепті цифрлық әлемде өзіміздің осындай, яғни өзіміздің ішкі ойымызды жеткізе алатын алаң болғандықтан бұл жерде жас ерекшелігі маңызды деп есептемеймін. Бұған енді көптеген біз мысалдар келтіре аламыз. Мен сіздерге тек қана қысқа ғана өзімнің өмірімнен болған жағдайды келтіріп кетейін. Өзімнің жақында ғана бауырым, яғни кәмелет жасқа толмаған, қазіргі таңда 11-ші сыныпты аяқтап отыр. Сол бауырым өзінің, яғни өлеңдер жинағын сол әлеуметтік желіне, оның ішінде TikTokқа сала отырып, өзінің қазіргі таңда көптеген 122 мыңнан астам оқырманын тауып алды. Сонымен қатар Алматыдан продюсер тауып, өзі келіп, қазіргі таңда контракт жасалғалы жатыр, және де болашақта Жүргенов оқу орнына грантқа түсуге үлкен мүмкіндік алып отыр. Мінекей, бұны бақ дейміз бе, әлде сор дейміз бе? Әрине бұл бақ, себебі бұл жерде кез келген баланың мінекей осындай тағдырын ашуға әлеуметтік желі үлкен деген мінекей жақсы жолын ашып отыр. Сол сияқты бұл қазіргі таңда әртүрлі бізде, яғни өзінің әлеуметтік жағдайы әртүрлі топтағы оқушылар, әртүрлі топтағы балалар бар. Мінекей соларға өз-өзін көрсетуге, болашақта кішкентай болсын бір жарқын бір сәтті ұялатуға жүрегіне үлкен әсер тигізеді деп есептеймін. Және де жеке өмірге қол сұғушылық деп жеке ата-ана, яғни балаға жеке өміріне қол сұғатын болса, баланың әлеуметтік желіні пайдалануға толықтай бақылау орнату және оның өміріне қол сұғушылық болып табылады. Себебі баланы біз тек қана бала деп қарамауымыз керек. Бала ол ең алдымен тұлға болғандықтан оған міндетті түрде оның жеке территориясына біз кіруімізге қақымыз жоқ. Сол себепті оны міндетті түрде өзіне жеке өміріне қол сұғуға еш уақытта болмайды. Және де тәуелсіздіктің болмауы, тұрақты бақылау баланың өз бетінше шешім қабылдауына қабілетін дамытуына кедергі келтіруі мүмкін. Олар үнемі ата-ананың рұқсатын күтуге дағдыланып, тәуелсіз болуынан айырылады. Сол себепті бала жасқан шақ болып өсуіне өте үлкен ықпал бар. Себебі бала жастайынан өзін ойын еркін айтып, кез келген жерде өзін еркін ұстаса, ертең келешекте оның міндетті түрде оның әсерін тигізеді деп ойдамын. Және де сенімсіздіктің тудыруы. Балалар ата-анасын оларға сенбейтін сезініп, жасырын әрекеттерге бару мүмкін. Бұл отбасыдағы сенімді бұзады, қарым-қатынасты суытады. Ең бірінші балаға жақын ол өзінің ата-анасы. Күллі әлем қарсы тұрса да, балаға ата-ана еш уақытта қарсы тұрмайды деген сөз бар. Осы сөзге енді кеңірек ашатын болсақ, бұл жердегі балаға сенімсіздікті тудыруы, балалардың ата-анасының оларға сенбейтінен бала өзіне деген сенімсіздікті ойына тудырып, ол басқа жақтан жолдық іздеуі мүмкін. Яғни отбасындағы оған қолпаштау болмағандықтан ол сосын қисынсыз жаман әрекеттерге баруы мүмкін. Мінекей, бұның теріс жақтары деп қарастыруымызға болады. Және де технологиялық сауаттылығы артта қалады. Балалардың өз
бетінше әлеуметтік желілерді зерттеуіне мүмкіндік бермеу олардың цифрлық әлемге бейімделуіне кедергі келтіреді. Олар жаңа технологиялармен танысуда артта қалуы мүмкін. Себебі қазір жаһандану заманда біз әрбір иненің ұшындай әрбір жерде өзіміздің керемет дағдыларымызды іске асыра алмайтын болсақ, ертең артта қалып қоюымыз мүмкін. Сол себепті біз заман талабына сай заманмен бірге қозғалуымыз керек әлбетте. Әлеуметтік ортадан оқшаулану қазіргі қоғамда әлеуметтік желілерге байланысты құралына айналған. Егер балалар оны қолдауға шектеу қойылатын болса, олар құрдастарымен қарым-қатынасқа қиындықтарға тап болып, әлеуметтік ортадан оқшаулануы мүмкін. Мінекей, осы жерде баланың арасындағы мінекей суы бір-бірімен дұрыс араласпау сияқты, сенімсіздік сияқты, қолдайсыздық сияқты, өзін жоғалту сияқты түрлі психоэмоциялық жағдайларға туғызады. Кейбір ата-аналар әлеуметтік желі жаман деп қарайтын болса, ол баласының өнерін босатады. Яғни бұл жердегі негізгі айтқым келетіні негізгі түпкі ой, яғни бала үшін бұл өте қолжетімді қазіргі таңда, және де өзін толықтай аша алатын, өзін көрсете алатын жақсы алаң болып тұр. Ал сол алаңда бала өзін егер де көрсететін болса, керісінше ол ата-анаға да жақсы емес пе? Келешекте баласы жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, жақсы үздік оқу орындарына түсіп жататын болса, және де отбасын жақсы материалдық жағдаймен қамтамасыздандыратын болса, бұл балаға деген үлкен сенімділік ұялатады, және де бала одан сайын қуаттанып, одан энергия алып алдыға қарай шаба береді. Сол себепті бұл жердегі негізгі, яғни ата-ананың қадағалауы керек міндетті түрде, бірақ балаға да бостандық беру керек. Бала еш уақытта өзін қабырғаға, яғни тірелген өзін жаудай сезінбеу керек. Арада міндетті түрде жақсы қарым-қатынас орнау керек. Ал сол үшін міндетті түрде балаға сенімділікті беретін ең бірінші ата-ана, ал ата-анадан қуат алатын, одан байланыс іздейтін ол міндетті түрде бала. Сол себепті балаға үлкен мүмкіндіктерді беру керек деп есептеймін. Бұдан ешқандай кері әсері жоқ. Себебі заманмен бірге шабу керек, заманмен бірге жаһандану керек, алдыға қарай ұмтылу керек. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да құрметті дебаттер қауым, енді біз анализға тоқталатын болсақ, неліктен біздің палата ұту керек? Ең алдымен бізге ең алдымен үкімет палатасының лидері шығады да, бізге шығады, бірақ алаңды ашпайды. Бізге түсіндірмейді, бала ол қай жастан қай жасқа дейін бала болып саналатын, әлеуметтік желіге не жататын, оның барлығын ашпайды. Сразу аргументтеріне көшіп кетеді. Ол өте үлкен минус, себебі біз олардың алаңымен ойнамадық, олардың алаңы бұл жерде жүрмейді. Екінші, лидер шығады, бізге айтады, балаларды әлеуметтік желіні тиімді пайдалана алмайды, түнде телефон көреді, өзіне керек емес заттарды көріп, өзінің дамуын тежелетеді дейді. Бір сонда біз білеміз, бұл жерде бұл кісі балаларға қатты реніші бар сияқты. Ол шығады, айтады, балаға сенімсіздігін туралы айтады, бала уақытын бос құртады деп, сондай мысалды бізге түсіндіріп беріп тұрды. Ал біздің палата шығады, біздің кругозорымыз кең болғандықтан кейін біз айтамыз, баланың осы әлеуметтік желі арқылы табыс таба алатын, өзінің өнерін көрсете алатын мысалдар келтіріп, барлығын дәлелдеп беріп тұрмыз. Ал бірінші спикерді шығады, бірінші спикерді бізде толықтай болжам, түнімен көру мүмкін, рекламалар шығады, балалар сонымен көру мүмкін, барлығы болжам. Біз бұл жерде нақты аргумент, нақты дәлел көріп тұрған жоқпыз. Екінші спикерді тоқталатын болсақ, екінші спикерінде бізде просто шығады, бұл жерде ойнамайтын бір вообще невесомый аргументтерді айтады, солай бізде отырып қалады. Ал біздің палатаның спикерлерінде, мысалы, екінші спикер, бірінші спикер, барлығы нақты түсіндіріп, өзінің ұсынып тұрған аргументтерін сізге барлық түсіндіріп, өзінің позициясында қалып тұр. Сонда біз біліп тұрмыз, біздің кейсіміз үкімет палатасының кейсінен жоғары тұрады. Неліктен? Себебі біздің кругозорымыз үлкен. Екіншіден біз барлығын нақты орысша по факту қойып тұрмыз. Ал бізге үкімет палатасы шығады, олар бізге алаңда ойнай алмайтын, алаң құрмайды, олар шығады бізге дәлелсіз сондай өздері кейстарын қойып береді. Осылай мен айтқым келеді, сондықтан да біз жеңуіміз керек. Себебі мысалы үкімет палатасы біздің палатаны салыстырғанда кейстарымыз әрине біз жоғары тұрамыз. Себебі біздің
мәдениетті сөйлеу жағымыз да дамып тұр, бізде аргументтердің ашу туралы дамып тұр, бізде кругозорымыз да үлкен, иә. Біздің кругозорымызда ол барлық біз қамтып жатырмыз, иә. Балаларға қандай пайда алып келіп жатыр, иә. Екінші спикер өзінің өмірінен бізге мысал келтіріп тұр, иә. Ал бірінші спикер және үкімет палатасы екінші спикерлерде просто балаға деген сенімсіздігін нақты көрсетіп, бізге балаға деген сенуге болмайды, оған нақты контроль керек, олардың өміріне қол сұғу керек, олардың әр жүрген шагын бақылау керек деп бізге солай айтып жатыр, иә. Сондықтан біз өзіміздің позициямызда қалып, біз жеңуіміз керек, біздің кейсіміз жоғары тұрады деп ойлаймыз. Осымен назарларыңызға. Сонымен құрметті төрешілер, құрметті қатысушылар, бірінші кезекте мен үкімет өз айтқанынан қайтпайды деген сөзден бастағым келеді. Ребатлдан бастайын. Екінші спикер оппозиция тарапынан әлеуметтік желі қол жетімді, ал бірақ курстарға жазылу ол қол жетімсіз, қаржы керек дегенді алға тартты. Ол бірінші аргумент болды. Ал бірақ ең басты әлеуметтік желі ешқандай да қаржы талап етпейді дегенді қайдан шығардық? Сонда біз ай сайынғы төлейтін абонементтік төлемдер, интернеттік желілерге төленетін ақшалардың бәрін қайда жібереміз сонда? Оны жарайды қойшы, ата-ана телефонды алып беру үшін қаржы керек емес пе бірінші кезек? Ата-ана егер телефонды алып бермесе, онда ешқандай да популяризация, ешқандай да Инстаграм, ТикТоктарда видеоларды жүктей алмайды. Бірінші кезек ата-ана толыққанды балаға береді, және ол қалай контроль жасауға құқығы жоқ. Бала толығымен өзі контроль жасай алмайды, себебі балаға бірінші телефонды кім береді? Ата-ана береді. Ата-ана берген кезде қандай үмітпен береді? Ол береді жаңағы әртүрлі дүниелерге кіріп кету мақсатында бермейді, негізгі мақсаты ол емес, бірақ бала өзі қалай пайдалануы керек екенін білмегендіктен әртүрлі жағдайларға тап болу керек. Сол себепті балаға арнайы тежеулерді қою керек, яғни регламент қою керек. Мысалға, сен таңертең қазір тамағыңды жейсің, одан кейін телефонда отырасың, содан кейін барып сабағыңды істейсің деген сияқты толыққанды баланы контроль жасау керек. Егер балаға контроль, яғни ешқандай да шектеу қойылмайтын болса, онда 24/7 бала телефонға телміргеннің кесірінен не тіл байлығы дамымайды, не жаңағы сіздер айтып жатқан кругозор дамымай қалады. Кругозор дамиды, сіздер интеллектуалды тұрғыда айтып жатсыз. Ал рухани жағына дамып жатқан бірде-бір бала телефоннан мен осыны көріп, мен гений болып кеттім деген жоқ. Сонау алаштарды, зиялыларды, Абай Құнанбаев кез келген айтатын болсақ, ол кезде ешқандай да интернет болған жоқ. Интернет тұрмақ желіге кіретін телефон болған жоқ. Олар бірақ ешқандай да кругозоры төмен, надан адамдар болып қалған жоқ қой. Керісінше, дәл солар бізге дәлелдеп кеткен. Нағыз не нәрсенің дұрыс, не нәрсенің тәрбиенің түп тамырын бізге қойып кеткен солар болып саналады. Сол себепті біз бұл жерде телефонды, интернетті қолданатын адамдардың кругозоры өте жоғары деген аргументтеріңізді мүлдем жоққа шығаруға әзірміз. Әлеуметтік желіге ата-ананың рұқсатымен деген тақырыпты қайта назар салып қарайтын болсақ, біз ешқандай да әлеуметтік желіге шектеу қойып жатқан жоқпыз, тек ата-ананың рұқсатымен ғана кіру керек деп жатырмыз. Себебі ата-ана баланы дүниеге алып келгеннен кейін оның әрбір қадамына жауап береді деп қайтадан қайталап айтамыз. 18 жасқа дейін бала кез келген дүниеге душар болып қалатын болса, бірінші кезек ата-ана жауап береді. Сол себепті неге біз ата-ана құқығынан айырылуымыз керек? Бала жақсы өзім білемге салатын болса, онда бала ертең толығымен қалыптасқан кезде ол не істер, не істемесін білмегендіктің кесірінен жаңағы синий кит, әртүрлі ойындар бар. Яғни балалардың өз өмірін білмегендігінен, білімсіздігінің кесірінен өз өмірін құртып жатқандары қаншама. Әртүрлі жаңағы сайттарға кіріп кетеді, не істейді? Бала гипнозданады, психологиялық тұрғыдан әлсіз бола бастайды. Сол кезде кімнен көмек сұрайды ол? Ата-анадан басқа ешкімнен жанашыр бола алмайды. Ата-ана бірінші кезек оларға тек қана жаным, бауырым, балам, мынау дұрыс емес деп айта алады. Ол сонда ата-анасын ғана тыңдай алады. Жанында келген достар оған әртүрлі нәрсені айтуы мүмкін. Бірақ бірінші кезек жаңа айтып өткендей, баланың өміріндегі ең басты тұлға ол ата-ана болып саналады. Және тағы да мына дүниені айтып кетейін, баланың өмірінде ата-ана рөлін атқармаса, онда біз болашаққа толығымен балта шауып жатырмыз. Себебі кез келген қаз баланы дүниеге әкеліп тастап, өзің біл, не істесең де өзің біл, сен өз еркіңде деп жіберетін болсақ, онда біз қоғамды толығымен түп тамырымен кесіп жатырмыз. Қайда сонда біздің қазақилығымыз, қайда сонда біздің тәрбие деген ұлттық құндылығымыз, қайда? Оның барлығы біздің мына қанымызға сіңіп қалған. Біз оны ұрпақтан ұрпаққа тәрбие ретінде бермейтін болса, онда біз жай ғана сувенир болып қаламыз. Яғни әлеуметтік желіге ғана сөз қайтара алатын, жауап бере алатын, тек қана 2-3 минуттық тиктокты видеоға түсіре алатын ғана ұрпақты тәрбиелейміз. Иә, жарайды, популяризация. Сіздердің ең басты айтқан жаңағы үкімет тарап, оппозиция
командасының айтқан ең басты қайта бірінші спикерінде екінші спикерінде алға тартқан ең басты аргументтері ол жай ғана популярный болу. Яғни әлеуметтік желіден ақша табуға болады. Иә, болады, бірақ популярный болу үшін адамда бірдеңе болу керек шығар миында. Ол жарайды 2-3 минуттық тиктокта видео түсіруі мүмкін, бірақ былай шыққан кезде ол кіммен қалай жұмыс жасау керек, кімге қалай тәрбие беру керек, кімге қалай сөйлесу керек екенін білмейтін болса, онда жай ғана экранный привет экранда өмір сүретін жай ғана тұлға, яғни жеке алғанда ол толығымен қалыптаспаған тұлға болып саналады. Яғни өзіндік ой пікірі жоқ, тек қана мен камераға әдемі сөйлесем, солай ақша тапсам деген ғана болады. Ал егер жай ғана қарапайым ең соңғы нүкте аргументім менің интернет желілер мүлдем жоқ болған кезде, қаңтар оқиғалары кезінде 5 күнге мүлдем жоқ болған кезде адам өмір сүрді ғой. Сонда біз ол кезде аштан өлген жоқпыз, ешкім аштан өлген жоқ. Яғни интернетсіз өмірді біз жоққа шығармаймыз, бірақ ол жай ғана құрал болып саналады. Ал сол құралды біз қалай пайдалану керек, қалай дұрыс пайдаланбау керек, соның барлығын үйретіп отыратын ата-ана. Ата-ана шектеу қоймайтын болса, онда ешкім келіп шектей алмайды. Ата-анадан басқа ешқандай ата-ана балаға жанашыр таба алмаймыз. Сөздік қор азаяды, әлеуметтік желіге құрал жабдық деп қарайтын болсақ, кез келген дүниені, мысалға біз алып келеміз, телефонда емес, жай ғана камераны қолданшы деген кезде, камераны не істейді, ол бала алып келеді, қалай қолданбағанын кесіріне сындырып алуы мүмкін, иә? Компьютерді алып келеміз, мысалы, мынаны жай ғана қолына бере салатын болсақ, оның қалай қолдану керек екенін көрсетпейтін болсақ, онда не болады? Ол барады қайтадан сындырып алады. Сол сындырылған, яғни бұл жерде біз компьютердің сынғанын айтып жатырмыз. Ал біз егер әлеуметтік желіге шектеу қоймайтын болсақ, онда баланың ішкі рухани дүниесі сынғанын қалай біз көрсете аламыз? Оның барлығы ертең шығар. Қазіргі таңда сізге білінбеуі мүмкін, ал бірақ ол түптің тамырында өзінің дегенін жеткізеді. Ең басты проблема қазіргі таңда қазақ тілінің ақпараттары әлеуметтік желіде жоқ болғандықтан біз кітапқа телміруге міндеттіміз, себебі біз ең бастысы қазіргі көріп жатқанымыздың барлығы ол интернет желілеріндегі барлық ақпарат орыс тілінде. Біз жай ғана 2-3 жасар баланы біз орыс тілінде сөйлетіп жатырмыз. Оның барлығы шектеу дұрыс қойылмағандықтан. Сен мына жаңағы Алдар Көсені көрші, мынау Маша Медведь емес, Алдар Көсені көрші, осы сен дұрыс тәрбиелейді дейтін болсақ, ол кезде міне ата-ананың дұрыс бағыт-бағдар бергендігі болады. Ал бала не істейді, білмей не істесең оны істе, телефонды ал дейтін болса, сен әйтеуір жыламайтын болсаң болды, сен үніңді өшіріп отырсаң болды, саған телефон дейтін болса, онда біз өзімізге немқұрайлы қарағанбыз, өзіміздің ұрпағымызға немқұрайлы қарағанбыз. Яғни бұл жерде болашаққа түбімен балта шауып, не істесең оны істе, ертең қазір тыңдамайтын болса сіздің балаңыз, ертең өскен соң мүлдем сізді сыйламайды, сізді адам ретінде көрмейтін болып саналады. Яғни ата-ана басты рөл болып бекітілгеннен кейін, табиғаттан жаратылғаннан кейін, ол толығымен жауапты болғандықтан, ол міндетті, яғни толығымен контроль жасауға. Біз айтып жатқан жоқпыз, қысым, ол аргументтердің барлығымен жоққа шығарамыз. Себебі бұл қысым емес, бұл жай ғана болашағына, баланың болашағына деген алаңдаушылық болып саналады. Осымен менің сөзім аяқталды. Назарларыңызға рахмет.